Армысыздар, мен Степногорск қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы номер 5 көпсалалы мектеп-лицейінің оқушысы Абдыкасимова Назерке. Жас тарихшылар мен өлкетанушылар форумына жалындай сәлем. I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, packed your bags at midnight. They've been there for weeks. You don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette. Just forget about this mess. I'm waiting on the sidelines, from the sidelines. Көкірегімнің үміті мен тілегі, күй боп тілеп, күн боп шығып келеді. Күн астында көктөбелер тіледі. Менің елім гүлелі. Ал менің қалам ең әдемі. Степногорск қаласы Ақмола облысы, бас қаламыз Нұр-Сұлтан қаласынан 185 км қашықтықта орналасқан. Ол 60-шы жылдары құрылған. Бір сыр айтсақ, 80-ші жылдарға дейін ешбір картада көрсетілмей жабық қала болғандығы деседі. Ендеше әсем қаламызды бірге аралайық. Біздің қаламыздың архитектурасы бүкіл әлемге танымал болмаса да, өзінің есте қаларлық ескерткіштері бар. 2018 жылы 5 шілдеде қаламыздың 4 шағын ауданында Махаббат аллеясы ашылды. Мұнда балалар ойын орындары және романтикаға толы ескерткіштер орнатылған. 1985 жылы Жеңіс монументі ашылды. Стелланың артқы жағында 13 қала қаһарманы аты бар мәрмәр кестесі қойылған. Кейінде 2008 жылы ауған жауынгерлеріне арналған ескерткіш қойылды. Ескерткіш қою қалалық соғыс ардагерлер қоғамының ойы. Степногорск атты қонақ үйге назар аудардыңыз ба? Қандай ғажайып, мекеме қабырғаларын мозаика, паномен әшекейленген. Одан басқа қала бойында қазақ зияткерлерінің, ұлы даналарының, спортшылардың мүсіндері қала тұрғындарының көзін қуантуда. Тағы да қала тұрғындары үшін Қажымұқан Мұнайпастың мүсіні бар парк ашылды. Оның территориясында спорттық алаң, ойын алаңы, скейт-парк ашылған. 2014 жылы қаламызда флагшток ашылды. Осы композиция орталық бөліктен қазақ ұлттық нақышында жасалған стелладан және екі гранит бағаналар арасында орналасқан туған жер рельефтік композициясын тұрады. Рельефтің орта бөлігінде Қазақстанның картасы, ал оның фонында еліміздің елтаңбасы бейнеленген. Жаңа орындардан басқа тарихи ескерткіштеріміз де бар. Оның бірі Ақсу кентінің бойында орналасқан Паң Нұрмағамбет кесенесі. Қарт тарихқа жүгінсек, Совет одағының солақай саясатына Паң Нұрмағамбет Сағынайұлы қарсы шыққанын көреміз. Осындай керемет құрылыстарды мақтан ету мен үшін үлкен бақыт. Менің елім гүлелі. Ал менің қалам ең әдемі.